5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер күні мерекесі. Бұл күн ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл деген ұлағатты сөз қалдырған қазақ халқының тағдыры мен тіл үшін күрескен алаш арысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен байланысты. Бүгін барша қазақстандық қазақ әліпбиінің негізін салған ғалымның туған күнінде тілдер мерекесін тойлайды. Жыл құсындай қайта оралған әліпбиіміз де осы айтулы күнмен тұспа-тұс келуі қуантарлық жағдай. Әліпбимен сусындаған бүлдіршіндеріміз тіл жанашыры болып, оның өркендеуіне үлес қосады деген сенімдеміз. Жасасын қазақ тілі, жасасын халықтар тілі. 5 сентября – День языков Казахстана. Этот день связан с днем рождения учителя нации Ахмета Байтурсынова, льва Алаш, боровшегося за судьбу и язык казахского народа, оставившего девиз «Язык – самый мощный фактор в сохранении и потере нации». Сегодня все казахстанцы отмечают праздник языков в день рождения основоположника казахской азбуки. Отрадно, что возвращение Альпе, который совпал с этим великим днем. Мы надеемся, что наши дети отнесутся к языку с пониманием и будут способствовать его развитию. Поздравляем всех с праздником языков! Today, the 5th of September, we celebrate the Day of Language in Republic of Kazakhstan. And this day we celebrate the birthday of Ahmet Baitursunov. Ahmet Baitursunov, Kazakh public and a political figure, and a member of the Alash party, educator, linguist, critic, poet, and a translator. In Kazakhstan, it is revered as Old Ustaza, and we celebrate this day with all nations.